Сәлем достар. Бүгін құрақ құрап үйренеміз. Бүгін өзгеше бір құрақ құрамақпыз. Мынау 6-да 6 мынадай тұмарша салып құраймыз. Көк цветтен, қызыл цветтен және ақ цветтен құрамақпыз. Менімен бірге құраңыздар. Бірінші бүйтіп құрақты тұмар салу үшін бүйтіп істі қоямыз. Закрепка беруге де болады, бермеуге де болады. Бұл құрақтың құралу несі өзгеше құрақ. Сіздерге көрсетпекпін. Şimdi құрап тұмарымызды салып алдық. Енді айналдыра бұған қызыл саламыз, қызыл цветтен. Қызыл цветім міне. Бұл лапканы осылай қойып не істеген кезде ұшқары емес 0,5 тігіледі. Көп жағдайда құрақтар ұшқары тігіледі. Әр құрақ сайын закрепка беріп отыруларыңыз керек. Качественный шығу үшін, сапалы шығу үшін құрақтарыңыз. 4 сантиметрлік. Бірінші міне бүйтіп тігіп шықтық. Екінші оны бұлай тігеміз. Мына жерден бұлай екіншінен кішкене чуть-чуть 0,5 асырамыз. Бұл королевский материал болғасын жылжып кетеді. Осылай ұстаймыз да, осылай қиып тастаймыз. Міне мындай болып шықты. Сосын былай құраймыз. Сәшіміз да. Міне, құралды түптірішті болды. Құралды енді қайтадан міне тұмарша саламыз. Өстіп қоясыздар. Закрепка беруге де болады, бермеуге де болады тұмаршаға. Міне, былай істелді. Екінші жағынан осылай құраймыз. Примерно біткен кезде мына 4 бұрышты жауып тұру керек. Енді бұдан кейін ақ жүргіземіз. Бәрі ұзын қиылған 4 сантиметр мыналар. Енді бұлай бастаймыз.
Шығып жатыр құрақтың түрі. Міне көрдіңіздер ма, құрақтың тігісі. Лапканың бүйтіп қойғанда 0,5 примерно осылай тігіледі. Сонда құрақтарыңыздың көп сөгіліп кетпеуіне міне қайырғанда мындай болып тұрады. Мына жағы мындай болып тұрады. Мына артықтарына көп не істемей қойыңыздар. Мына жақтың тегістігіне қараңыздар, міне тегіс шығып жатыр. Енді ақты былай тігеміз, сосын қайтадан былай тігеміз. Міне бір жағын тіктік. Мына жіптерге көп алаңдамай қойыңыздар, қиылады ол. Естесіз да, қиған кезде осылай ұстап тұрасыз да, осылай қиып тастайсыз. Енді былай тігесіз. Мына жерден ровно ұстайсыз, осылай 0,2 сантиметр чуть-чуть артық ұстайсыз. Енді осылай қоямыз лапканы. Құрақты тігіп бастағанда және аяқтағанда обязательно мына немен закрепка беру керек, сөгіліп кетпеске. Құрақтарыңыз, құраватқан құрақтарыңыз сөгіліп кетпеске закрепка беру керек. Енді осыдан кейін тағы да мына жерге осындай золотистый, алтын цветте тұмарша саламыз. Қайтадан тігеміз мына екі шетіне. Сіздерге өзгеше құрақтың түрін көрсетіп жатырмын. Не шықты? Енді осыдан кейін көк цветпен айналдыра жүргіземіз. Көк цвет. Закрепка берді. Бұл жағдайда құрақ құрағанда көбісі астына материал салып құрайды. Әсіресе матовый материалдарға астына материал салып құраудың қажеті жоқ. Өзі қатты материал. Олар тіккен кезде тегіс әдемі жата қалады. Оларға көбісі құраудың астына материал салудың керегі емес. Өзі материал салатын арнайы кейбір материалдар бар, өзі созылады, ыдырайды. Сол материалдармен құраған кезде ғана оның астына шүберек салып, бөс салып құрайсыздар.
Ал мындай катты королевскийге әсіресе, сосын матовыйларга астына не салмаған жақсы. Шүберек салмаған жақсы. Ол шүберекпен салған, бұл шүберексіз де ол тегіс шығады. Салмаса да тегіс шығады. Бұл созылмайды әсіресе. Ыдырамайды бұл материалдар. Сіздерге әсіресе құрақ құрағанда мындай жіп қиятын мындай осындай қайшыларыңыз болса, тездететін. Сосын мындай қайшыларыңыз болса, материал қоюға. Не көп мындай болып шықты. Енді мынаны былай жүргіземіз. Сосын айналдыра қайталай береміз. Міне құрағымыз. Енді тағы мына жерге тағы бір тұмар саламыз, мына жерге тағы бір тұмар саламыз. Осылай саламыз. Міне құрағымыз шығып келе жатыр әдемі. Міне осылай шықты. Енді осылай шығады. Өздеріңіздің идеяларыңызбен, өзіңіздің ұнатқан цветтеріңізбен қоя беруге болады. Құрақ әртүрлі шыға береді. Екі жерге тұмар салдық. Тұмарша салдық. Енді бұның жан-жағын ақпен, мындай королевскиймен айналдырып шығамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, және де тағы да білгілерің келген құрақтардың түрлерін сұраңыздар, көрсетемін. Әлі де түрлі құрақтардың түрлерін үйретемін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза беріңіздер. Талай құрақтың түрін көрсетем, үйретем. Талай құрақтың түрлерін шығарып бірге тігеміз бәріміз. Сұрақтарыңыз болса, әртүрлі білгілеріңіз келіп жүрген қойыңыздар. Сол сұрақтарыңызға мен міндетті түрде жауап берем. Тігінге байланысты әртүрлі сұрақтарыңыз болса, жаза беріңіздер, жауап берем. Қызықтырған сұрақтарыңыз болса, тігінге байланысты сұрайыңыздар. Және әртүрлі видеолар әлі де болады. Міне жақындап қалдық енді құрағымыз.
Міне әдемі құрақ шығып келе жатыр. Құрағымызды аяқтадық. Қазір көрсетем. Қандай болып шыққан. Міне. Мынандай құрақ шықты. Жерде жіптерін, артық жіптерін мынадай қайшыларыңызбен кесіп алып тастайсыз артық жіптерді. Міне. Тұмар салынған, алтын цвет тұмар салынған, ақпен, қызылмен, көкпен жасалған өзгеше құрақ түрі. Осылай қылып сіздер де тігіп үйрене аласыздар. Осылай болып шығады құрақтың түрі. Арты міне мынандай болады. Алды мынандай әдемі болады. Мына цветке әртүрлі цветтер қоя беруіңізге болады. Ашық цвет өздеріңіздің жаңағы үйлестіріп фантазияларыңызға байланысты болады. Міне құрақ дайын.